Теміржолшы спортшылардың 4 жыл салып келетін өз жарысы бар. Халықаралық одақ туы астында өтетін тау шаңғысы жарысына биыл Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясының өкілдері де қатысты. Шымбұлақтағы бәсекені біздің тілшілер де тамашалаған еді. Алдымен тарихтан азге мәлімет. 1947 жылы Флоренцияда өткен екінші Еуропалық теміржолшы спортшылардың конгресінде халықаралық одақ құрылған болатын. 4 жыл сайын өз бәсекелерін өткізуді дәстүрге айналдырған әуесқойлар тау шаңғысын байлағандардың шеберлігін бағалап жүр. Тек қана теміржол саласының қызметкерлері ғана тіркелетін жарыста қазақ елінің командасы да күш сынаса бастады. Қаншама жерден ел шақырып, өткізіп жатқан жарыстар. Енді біздің жарыс осы өркенде берсін. Қазақстанда біздің елбасы айтқандай спортқа жақын болайық. Дархан да, оның командалас достары да Еуропаның бірнеше елінен келген қарсыластарынан қаймыққан жоқ. Қайта өз шеберліктерін паш етіп, жүлде бөлісіне араласуда. Жалпы одақ туы астында Еуропаның 25 мемлекет жиналған тілге тиек етейік. Үндістанда тіркеліпті. Қазақстан 2010 жылдан бері мүше. Демек, біздің теміржолшылар 2011 жылдан бері кез келген сынға команда апару мүмкіндігіне ие болған. Енді міне 4 жыл салып келетін бәсекені Шымбұлақта өткізуде. Тамаша табиғат, әдемі шаңғы жолы, керемет қонақжайлық. Одан басқа не керек? Біздің елдің жігіттері Шымбұлақты жақсы бағалап отыр. Қазақстан теміржолшылары да спортқа төселіпті. Олардың басты қарсылас ретінде мойындадық. 19-шы халықаралық біріншілікке 4 әйелдер 9 ерлер командасы қатысты. Чехия мен Францияның, Италия мен Ресейдің, Швейцария мен Бельгияның, Болгария мен Қазақстанның әуесқой спортшылары 3 күн бойы жарыс жолында бақтарын сынады. Әйелдер арасында Қазақстан чемпион атанды. Ерлер сында Швейцарияның шоқтығы биік болды. Қазақ елінің спортшылары күміс жүлдегерлер. Амангелді Сейітханов, Ернат Бортыбаев, Алматыда.